Баршаңызға сәлем алейкум. Бүгін біз өте дәмді, қамырын пісірмейтін сникерс тортын жасаймыз. Бұл торт өте оңай әрі тез жасалады. Керекті ингредиенттердің барлығын видеоның астынан табасыз. Ең бірінші печеньемізді үгітіп аламыз. Блендер арқылы немесе қолда бар зат арқылы осылай үгітіп аламыз. Печеньемізді үгітіп болғаннан кейін шоколадтың үстіне сүтті құямыз және сары майды салып микроволновкада жақсылап ерітіп аламыз. 800 ватта 1,5 минуттай ұстадым. Толығымен еріді. Енді жақсылап араластырып, жаңағы үгіткен печеньеміздің үстіне құямыз да барлығын жақсылап араластырамыз. Қамырымыз дайын болды. Холодильникке бір 10-15 минутқа салып қойсақ болады. Ал енді салмасын дайындайық. Қыздар, ең бастысы арахисті бір шайып алып, құрғақ табада 2-3 минуттай қуырып аламыз. Вареная сгущенка керек болады және бөлме температурасындағы сары май. Енді сары майымызды жақсылап миксерлейміз. Кішкене ағарғанша дейін. Ал енді сары майдың үстіне вареная сгущенкамызды салып, екеуі жақсылап араласқанша дейін миксерлейміз. Арахисті қыздар тазалап алсаңыздар да болады. Мен осылай сыртымен бірге сала салдым. Арахисті енді қосып, жақсылап тағы да лопаточкамен араластырсақ болады. Салмамыз дайын болды. Ал енді тортымызды жинасақ болады. Ол үшін менде кольцо диаметрі 18-20 сантиметр болса болады. Менде 18 сантиметр. Ең бірінші астына қамырды саламыз. Қамырдың барлығын салмаймыз. 4-тен 3 бөлігін саламыз. Қолымызбен немесе стакан арқылы жақсылап басып қоямыз. Салмамыздың тура жартысын үстінен саламыз. Қалған қамырдың барлығын енді осы салманың үстінен саламыз. Бетіне қалған салмамызды енді саламыз. Ал енді тортымызды холодильникке 1-2 сағатқа салып қоямыз. Тортым холодильникте 2-3 сағаттай тұрды. Енді шоколадты ганаш жасаймыз. Ол үшін шоколад, сары май және сүтті микроволновкада жақсылап ерітіп аламыз. Араластырып, тортымыздың бетіне құямыз. Шоколадты ганашты торттың бетіне осылай тегістеп, әдемілеп құйып қоямыз да, холодильникке тортымызды тағы да 2-3 сағатқа салып қоямыз. Тортым дайын болды. Бұл торт өте дәмді, міндетті түрде жасап көріңіз. Егер сізге рецепт ұнаса, менің каналыма жазылып қойыңыз, пікір қалдырып және лүпіл басып кетіңіз. Рахмет.